Құрметті қалайық, тарих бірнеше түрде болады. Соның ішіндегі ең ерекшесі ол ұлттың трагедия тарихы. Сонымен қатар повествовательный тарих, яғни баяндаушы тарих, яғни ұлттың рухын көтеріп, ата-бабаларының жүрген ізін мысал етіп, дамуға жетелейтін тарих болады. Қазақ халқында бүгінгі күнге дейін, енді совет өкіметі құлағаннан бері екі-ақ қана трагедия тарихы болды. Ол бірі Абылай хан қазақ халқын құтқарып қалған, алайда біз Қытай күшейіп, яғни Цин империясы Ресейге қосылуға мәжбүр болдық деген. Содан кейін бертін келе Кенесары ханның трагедия тарихы. Кенесарының трагедия тарихы ол не деген сөз? Ол біз қазақ халқы біз ешқашан Ресейге өз еркімізбен қосылған жоқпыз. Біз әрқашанда күресте болдық, алайда Кенесары хан қаза болды деп жыр жазамыз, әңгіме айтамыз, оның басын қасиеттейміз. Хотя оның ұлы бабасы Жошы хан Ұлытауда жатса да. Сонымен қатар Әлихан Бөкейхан, о да бір трагедия тарих. Әлихан Бөкейхан қазақ халқын советтік, большевиктік Ресейден бөліп алып, мемлекет етпек болды деген айтқанда жыр айтамыз. Рас, олардың еңбектері ерең, бірақ жаңағы Кенесары хандікі, Әлихан Бөкейхандікі таза трагедия тарих. Яғни халықтың рухын көтеретін, болашаққа жетелейтін тарих емес, қабат деген айтын тарих. Абылай ханды солай. Сонымен бізде үш тарих болады екен, трагедия тарих. Абылай хан заманнан бастағанда. Ал 91-ші жылдан бері, құлап қалғаннан бері қазақ халқында ең негізгі екі трагедия тарих, ол жаңағы Кенесары хан, Әлихан Бөкейхан. Ал енді бүгін қазақ халқында баяндаушы тарих бар, яғни повествовательный, яғни тірі тарих. Бүгінгі дейін жалғастығы бар, ізділігі бар тарих. Яғни 800 жылға жалғасқан ізділігі бар тарих. Анау Жошы ханнан бері, ар жағында Шыңғыс хан. Енді бұл тарихты ресми түрде қазақ халқының тарихы екенін президент Тоқаев жар салып тұрып айтты. Сондықтан сіздерге айтам, Алтын Орда тарихын қатты уағыздау керек. Алтын Орда тарихы, Жошы ұлысының тарихы, ол қазақ халқының нақ айтқан кезде рухын көтеретін тарих. Өйткені Алтын Орда кезінде оның айтқан кезде өрлеу барысында ол көптеген елдерді айтқан кезде өзіне қаратып, соларға ақылын айтып, қалай өмір сүру керек екендігін үйреткен. Мына тұрған Ресейге мысалы үшін қаншама қала салып берген. Сол заманда біздің аталарымыз салған. Ана Мәскеудің негізінде біздің аталарымыз қалаған. Енді жаңа тың дерек шығып жатыр. Жалпы ең бірінші мешіттер 13-ші ғасырда Бату хан салған деп. Оғанға дейін 1247 жылы ең бірінші мешіттерді Менгу Тимур салған деп айтады. Сол Менгу Тимур салған мешіттер бүгінгі заманда, яғни 18-ші ғасыр кезінде жаңағы Алтын Орда әбден құлап біткен кезде олар шіркеуге айналып кеткен екен. Оны кеше алдыңғы күндер сіздерге видеоларды көрсеттім. Ресейдің бірде-бір жазған тарихына сенбеңдер біз туралы. Олар біз туралы құпия зерттеген тарихтары бүгін шығып жатыр. Бірақ алайда олар бұрынғы моңғол мен қазіргі моңғол екі бөлікті бөліп алып, бұрынғы моңғол қазақ екенін білместен бұрқырап жатыр. Шындықтың бәрі сол, шындықтың бәрі сора берсеңіздер бері қарай біздің шежіремен оп-оңай тоғысады. Анау Ибн Рузбихан, сонымен қатар бұдан да басқа Плано Карпини, Рубрик деген кітаптың бәрі бері қарай шығып кеткен. Сондықтан олар ойлаған, что ол халық жоқ деп. Ол халық қайда жоғалмаған. Міне біз Алтын Орданың қожайыны. Енді осы Алтын Орда арқылы бүкіл Шыңғыс ханның айтқан кезде рухын, Шыңғыс ханның айтқан кезде кемеңгерлігін, Шыңғыс хан халқының өрлеуіштігін жаңағы бүкіл әлемге айтқан кезде өзінің айбар шаша алатындығын, бүкіл әлем өзімен санастыра алатын қасиеті бар халық ретінде өзімізді айтқан кезде талпындыруымыз керек. Айтпақтай Шыңғыс ханның заманында да Шыңғыс ханның халқы небары 1.700.000 адам болған, 2 миллионға жуық. Қазіргі біз 20 миллионбыз ғой. Ал о заманда оның алысып жүрген халықтар 22 миллион, 40 миллион сондай халықтар болған, үлкен халықтарды қаратқан. Сондықтан бұл тарихпен, Алтын Орда тарихымен мақтанып жүруіміз керек. Рахмет.